сабағымызды бастамас бұрын көңіл күйімізді қалыптастырып алайық. Сол үшін жылы лебіз тренинг бойынша бәріміз бір-бірімізге орнымыздан тұрып жылы лебізімізді айтып шығайық. Жүк болып. Азамат бүгінгі сабағына сәттілік тілеймін. Жақсы. Мария биік сындардан көрінеді. Керемет. Дәулет, саған армандарыңа жет. Жақсы тілек. Алтай, бүгінгі сабақты жақсы оқып шық. Жақсы, керемет. Арманды бүгінгі сабағына тек қана сәттілік тілеймін. Аял бүгінгі күннің сәттілігі болсын. Жақсы. Сарқат алдағы уақытта өміріңе тек қана сәттілік тілеймін. Алла бүгінгі саған сағатта сәттілік тілеймін. Жақсы, өте керемет. Нұрасы сабағын жақсы оқы. Диас армандағы мақсатқа да жетеді. Жақсы, керемет. Тілек. Мерім саған класстан алу болғанын. Жақсы. Саған бүгінгі сабаққа сәттілік тілеймін. Жақсы, өте жақсы, тамаша балалар. Енді біздің әдеттегідей біз үй тапсырмасынан бастаймыз, иә? Ал ендеше кеттік. Қазір Азамат бастайды. Атау сыныс гармондары тестистарын. Жақсы. Келесі. Аналтыныз гармон эстроген. Дұрыс екен. Келесі. Кім айтады? Дәулет айта қойшы. Жыныс жетілу қыз балада қанша жастан басталады? 11-15. Дұрыс, жақсы. Келесі. Жәнерге айта қой. Ұл балада жыныстық жетілу қанша жаста басталады? 12-16 жаста. Жақсы. Кім айтады? Қарақат. Жүкті болу үдерісінің алдын алуға бағытталған шаралар. Контрацепция. Жақсы. Келесі сұрақ. Аяулық. Фаза қалай аталады? Фолликул. Фолликул. Дұрыс, жақсы. Келесі сұрақ. Төртінші фаза қалай аталады? Төртінші фаза қалай аталады? Қарақат. Овуляциядан кейінгі кезең. Дұрыс. Жақсы. Келесі сұрақ. Мейрім. Овуляциядан кейінгі кезең. Жоқ. Секторлы кезең. Секреторлы кезең, иә? Дұрыс екен, жақсы. Керемет балалар. Өзіңізді осы алдарында тұрған бағалау ноутта берілген. Сол ноут бойынша бағалау отырайық. Бір балдан берілесіз. Ал енді келесі бізде үй тапсырмасына кейінгі кезең. Бұл бізде осы үшінші аптаның дәйек сөзі көп еңбек еткенге бақыт басын еді деген екен. Келесі бізде үй тапсырмасын өттік. Енді сендерге мынадай сұрақ. Жыныстық жолмен берілетін аурулар дегенде сіздердің ойларыңызға не келеді? Ең бірінші сұрақ. Ең бірінші қандай сұрақтар келеді? Олар қандай жолмен пайда болады? Иә. Тағы да қандай сұрақ? Иә, Қарақат. Және олардың алдын алу шаралары. Қалай аламыз, иә, алдын алу шараларын, иә? Тағы бар ма жауап? Және олар қанша түрге бөлінеді? Иә, яғни осындай сұрақтар келеді екен. Жарайды, жақсы, керемет. Олай болса, біздің сабағымыздың тақырыбы жыныс жолдары арқылы берілетін аурулар және оның алдын алу шаралары екен. Енді осыған сәйкес бізде оқу мақсаты жыныстық жолмен таралатын аурулардың салдары мен алдын алу шараларын түсіндіру екен. Енді осыған сәйкес бізде сабақ мақсаты, яғни сабақ мақсатында осы аурулардың белгілерін, таралу жолдарын және алдын алу шараларын түсіндіру екен. Олай болса, бейне көрсетілімге назар аударайық. Сен жассың, сұлусың, табыстысың. Сен бүгінгі күнмен өмір сүріп, ертеңіңді ойламайсың. Жастардың оларды жұқтыруына кездейсоқ жыныстық қатынастар себеп. Жыныстық жолмен таралатын инфекциялардың алдын алу мен
Қазір. Міне тақтадағыдай әркім осы топқа бөлініп отыра қалсын кандидатудан. Жарай, жақсы отыра қалыңдар. Енді біз өзіміздің жұмысымыз топтық тапсырмаға кірісейік. Топтық тапсырма бізде ойлам жұптас бөліс әдісімен жұппен бірге, топпен бірге ойлана отырып, жұптаса отырып, және постер жасау арқылы мынау берілген мәтіндегі сұрақтармен жұмыс жасайсыз. Қазір уақытқа қойып қояйын, сендерге 7 минут уақыт берді, таймер. Ал уақыт кетті. Қане оқушылар, бірінші қай топ бастайды? Biz olsa Кәне ортадағы екінші топ. Сендерге қандай тапсырма берілді? Бізге берілген алу мерез. Мерез бұл қоршаған ортада өте тұрақсыз бактерия. Мерез бұл 50 градустан 15 минутта. Ал желдетілмеген ортада бірнеше апта бойы өлмейтін бактерия. Ал қайнатқан кезде бірден жоқ болады. Мерез ауруы бұл өте қауіпті. Және бұл тұрмыстық жағдайда көбінесе жұғады, бірақ тұрмыстық жағдайдан бұрын бұл жыныстық қатынас кезінде жұғады. Мерез ауруымен егер жүкті әйел ауырса, оның болашақ нәрестесіне, яғни оның нәрестесінің қан тамырлар деформациясы, құлақ қалқан қалыптаспауы болуы мүмкін. Бұл ауру өте қауіпті ауру. Жақсы, келіңдер. Мерез ауруының қоздырғышы қандай және ауру қандай жолдармен беріледі? Яғни жыныстық жолмен, қан арқылы, яғни донор болған жағдайда жұғады, және де яғни босану кезінде анадан балаға беріледі. Жақсы, келіңдер. Мерездің бастапқы белгілері қандай? Ол бүкіл ағзаға зиян келтіреді. Жара терідегі бөртпелер, лимфа түйіндерінің ұлғаюы және антибиотик табылмаған жағдайда ол адам өліп кету қаупі болады. Себебі оның ауру жұққан кезде оның аурулары бірден белгілі болмайды. Ұзақ уақыттан кейін белгілі болады. Бұл ауру антибиотик шыққанға дейін өте қауіпті ауру болған, иә? Жарайды, жақсы. Сұрақ мерез ауру сияқты жыныстық жолмен берілетін аурулардың алдын алу үшін не істеуге болады? Ол жыныстық жолмен берілетін аурулардың алдын алу үшін жеке бас гигиенасын сақтау, дәрігерлерге қаралу, және медициналық тексерістен өту, және иммунитетті нығайту және салауатты өмір салтын ұстану қажет. Сосын кездейсоқ. Қай ауру? Жақсы, Мәриям, өзіңді алдындағы бағалау, компьютердегі бағалаумен бағалап отыр. Қоздырушысы ашыл спиракета. Аяулым. Бірінші, қағазды көтерген оқушы бағаланды. Келесі. Антибиотик тапқанға дейін өліммен аяқталды. Аяулым. Келесі. Бауыр зақымдайтын. Жасыл, өзі бағаланды. Маникюр жасалды. Альтайыр. Жақсы. Жарайды, олай болса біз келесі тапсырмаға көшейік. Келесі тапсырма бізде жұптық жұмыс. Таратып берейді. Білсіне. Тапсырманы кім бастайды? Келе ойындар. Расыл, аяулым. Жақсы, келе ойындар.
сәлеметсіз бе дәрігер? сәлеметсіз бе? Мен осы соңғы күндері бауыр ауырып жүр, бұл не себебінен болуы мүмкін? Жалпы көбінесе бауыр ауруы ол басы гепатиті аурудың белгілерінен болады. Яғни сіз жақын арада осы досыңыздан қан алып, яғни қан арқылы бір-бірлеріңізге донор болған жоқсыздар ма? Және одан да бөлек жұғулары анадан сәби туылған кезде де жұғуы мүмкін. Одан бөлек татуировка сынды, маникюр сынды дүниелерді жасатқанда да жұғады. Сіз осы айтып отырған дүниелеріне ұқсас жақын арада болған жоқ па оқиға? Я бізде болған, мен ота жасатқан осы жақын арада. Сол кезде маған қан берген. Содан болуы мүмкін бе? Әрине мүмкін. Сіз енді бұл ауру асқынып кетпес үшін, алдын алу үшін ауруханаға барып, анализ тапсырып, ем қолдансаңыз болады. Жақсы, керемет балалар, отыра қойыңдар. Жақсы рөлдік ойындар жасадыңдар. Енді қалған жұптар осы берілген тапсырманың жауаптарымен сәйкестендіреміз. Бір-бірлеріне беріп, несін тексереміз. Болмаса дұрыс жазылған, ауысып қойдыңдар ма? Мына екі жұптың айтылған жауаптар сәйкес келе ме? Ерлана өздері қолын көрсетіп кеткендей, кемінде 2 жұғу жолын атап кетті. Жақсы, керемет. Ал сендер мына жұптар үшін қалай айтасыңдар? Бұл жерде бәрін бұлар дұрыс жазған. Осы және Б және С вирус гепатиті туралы. Гепатит вирусы жаңа біз айтып кеткендей бауырды зақымдайды. Яғни толық 3 жұғу мүмкіндігін де айтып кетті. Жақсы, отыра қойыңдар. Келесі жұптар Жұмысқа кестемен жұмыс берген екен, олар кестені толық әрі нақты жауаппен тапқан. Жақсы. Бұларға мерез ауруының беру жолдарын, байқалу мерзімін, жасырын түрлері мен балалар үшін жұғу қауіптілігін барлығын толық жауап берген. Жақсы, керемет. Біздің жұмысқа сәйкестендірілген, яғни осы аурулардың барлығын анықтамаларын, яғни ол қандай жағдайларға әкеліп соқтыратын барлығын толық дұрыс жазған. Дұрыс сәйкестендірген, ал қарама-қарсы жұптың жауабы. Біздің жұбымызға, қарама-қарсы жұбымызға жыныс жолдары арқылы берілетін аурулар туралы жазуды бұйырған екенсіз. Яғни бұл жерде барлық анықтамалар бар, барлығы дұрыс. Жақсы. Тапсырмаға көшейік. Бізде келесі тапсырма бекіту. Осы сабақтарымыздың нәтижесін көрейік. Соз ауруының қоздырғышы шарттарыңызды көңіл. Дұрыс, жақсы. Назым. Дұрыс. Кім? Азамат. Гонореяның негізгі симптомы қандай? Зар шығару кезінде ауырсыз. Жақсы. Керемет. Мерез ауруының Созды емдемеген жағдайда қандай асқынулар болуы мүмкін? Бедерлікке апарады. Жақсы, дұрыс екен. Ал, қайда? Қарақат сен айтшы. Маған дәрігердің кеңесі. Керемет, жақсы. Енді бізде соңғы бір тапсырма қалды. Бұл бағалау тапсырмасы. Бағалау тапсырмасында былай деген екен, енді бір минут бері қарайық. Қазақстан аумағында жыныс жолдары арқылы берілетін жұқпаларды толық жоюға бола ма деген сұрақ. Қазан аяулым. Жалпы бұл ауруларды толығымен жою мүмкін болмаса да, біз азайту біздің қолымыздан келе алады. Яғни біз бағаны топтық жұмыста, яғни 2023 жыл мен 2004 жылдың аралығындағы статистикалық мәлімет айтып кеткен болатынбыз. Және сол кезде, яғни 2023 жылы осы аурулардың саны 69%-ға азайған. Яғни біз осы қарқынмен жүре берсек, жақсы бұл ауруларды мүлдем жойып жібере де ала аламыз. Сендерді қазір бағалауларың бойынша мен журналға бағаларыңды қойып өтейін. Бүгін барлық оқушылар сабаққа белсенді өте жақсы қатысты. Назым, сен қанша балл белгіледің? 8
8 ба? Жақсы. Саған 7 балл қояйын, иә? Бұл 4 деген балды береді. Кім? Азамат. 9 балл болды ма сенде? Жақсы, өте жақсы қатыстың. 10 балл қоямын. Нұрдәулет, қанша балл бердің? Өзіңе қанша балды басып отырдың? 7. Жақсы, 7 балға толық жауап бере алдың. Кім? Әлтайыр. 8 балл алдың ба? Жақсы, керемет, сенің жауаптарының барлығы жақсы болды. Аяулым, сен қанша балл болды сенде? 9 балл. Саған 10 балл қоямын. Нұрасыл? 9. Жақсы, өте керемет сценарий жасадыңдар, аяулым екеуің. Жақсы. Барлықтарына рахмет, сабақ аяқталды.